Мақал, мәтел. Мақал өмір құбылысын жинақтай отырып түйінді пікір айтатын ықшам сөз өрнегі. Оның мәтелден ерекшелігі. Құрылысы жағынан 2-3 бөлімді болады, ой нақты айтылады, ақыл кеңес, үлгі өнеге түрінде айтылады. Жақсы бала ата-анасын төрге сүйрейді, жаман бала ата-анасын көрге сүйрейді. Жері байдың елі бай. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің. Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан болған артық. Еменнің иілгені сынғаны, ер жігіттің екі сөйлегені өлгені. Мәтел. Белгілі бір ойға, ұғымға, ишара жасайтын астарлап, жұмбақтап айту мәні басымдау болатын халық мұрасы. Оның мақалдан ерекшелігі. Көбіне бір бөлімді болады. Ой ишара тұспал түрінде айтылады. Көбіне эмоциялық мағына басым болады. Көппен көрген ұлы той, әлім білмеген әлек, кеме дегеннің жаны бір, ел құлағы елу. Айдағаны 5 ешкі, ысқырығы жер жарар. Нақыл сөз. Нақыл сөз бұлар афоризм. Мағынасы терең, ойды қысқаша бейнелейтін мақал мәтелге ұқсас. Айтуға оңай көркем сөз тіркесі. Яғни қысқа әрі ойлы авторы белгілі тұжырымды ереже қағидалары. Мысалы, еккенің тікен болса, орғаның балауса болмас. Білімнен қымбат нәрсе жоқ, көңілде жатса, баспай тот дейді. Идиома. Идиомалық тіркес дегеніміз бөліп жаруға келмейтін, оның тұтас мағынасы құрамындағы сөздердің әрқайсының лексикалық мағынасына байланысты тумаған сөздер. Құрамындағы сөздердің мағынасында метафоралық, пародиялық ерекшеліктер болатын мәтелге және тұрақты тіркеске бейім келетін тіркестер. Өзге тілге тура аударуға келмейді. Идиомалық тіркес. Ұзын құлақ, мағынасы көпшілік. Қырық пышақ, ұрыс керіс. Өгіз аяң, жай. Мұртын балта шаппау, мұқтаждық көрмеу. Асқар тау, биік тау. Ақ саусақ, жалқау. Аузын қу шөппен сүрту, сараң.